Кішкентай ұшақ миллион халқы бар Монғолияда. Әлемнің барлық кітаптар тұр. Баспа ісі бұл көңілдің ісі дейді. Адам бизнес деп кіре алмайды негізді бұл затқа деп. Былтыр 111 кітап шығардық. Орысшасы тұр ғой, қазақшасы не керек? Бізде кітап саласына байланысты бір агенттік жоқ. Кітап саласында мына НДС-тен ұсату керек. Мен мысалы кітап оқымайды жастар дегенге мен өте қатты қарсымын. 90% орысша кітап сіресіп тұрған меломандар қазақша кітаптың астында қалады. Ой, мақтысың, сен мақтысың, сенің әңгімең керемет. Бүгін біз өте қызықты және Қазақстанның болашағына тікелей әсер ететін үлкен бір сала баспа ісін талқылағалы отырмыз. Студияға шақырған қонағымыз Раиса Кадер, Step in the World баспасының негізін қалаушы, рухани қолдаушысы, сонымен бірге Бағдат Құдияр, халық арасында жақсы танылып үлгерген отбасы хрестоматиясы баспасының жетекшісі. Бұл біздің подкастымызға түрткі болған негізгі ой мемлекет басшысының Қазақстанда сатылып жатқан кітап өнімдерінің көпшілігі шетелден келетінін, жасыратын несі бар, 90% Ресейден келетінін, және олар орыс тілінде екенін барлығымыз білеміз. Және кітап ісі идеологияға балады. Негізгі басты идеологияның бірі де осы ғой деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі баспалар қалай жұмыс жасап жатыр, қандай қиындықтар бар, қарыштап дамып кету үшін жаңағы айтылған 90% өнімді алмастыру үшін біз не істеуіміз керек, не істемек керек, сол тұрғыда болады. Осы подкасттағы негізгі мен басымдық беретін дүнием көшбасшылық. Себебі кез келген нәрсені өзгертетін бұл көшбасшылар деп ойлаймын. Кез келген істің, кез келген саланың, кез келген мекеменің көшбасшысына көп нәрсе байланысты. Сондықтан қазіргі заманауи баспа ісінің көшбасшылар осы подкастта жиналып отыр. Алдымен Раиса ханым сізге сөз берсек, сіздің Монғолиядан Қазақстанға қоныс аударғаныңызға міне тұп-тура 4 жыл болыпты. 4 жылда кейбір баспалар мүмкін 40 жылда істемеген жұмыс істелді деп ойлаймын. Және мұзды жардыңыздар, сеңді қозғадыңыздар. Бұрын мүмкін еместей көрінетін дүниеге қол салдыңыздар, және сол салада кәдімгідей ауыз толтырып айтатын жетістіктер бар. Осы Step in the World-ке қалай келдіңіз? Storytelling бағытында қысқаша айтып берсеңіз. Мен Шәке, көп рахмет осындай подкастқа шақырғаныңызға. Кітап саласына келем деп еш уақытта ойламағанмын. Өзім кішкентайымнан кітап оқығанды қатты жақсы көретінмін. Үйіме келсеңіздер, сөре тола кітап бізде. Балаларыма кітапты аямай алып беретінмін. Қай тілде болсын. Біз көп жылдар Европада тұрдық. Сол кезде балам туған кезде, мысалы, неміс тілінде көп кітап алатынбыз, ағылшын тілінде көп кітап алдық. 2016 жылы біз Алматыға, Астанаға қыдырып келдік. Күйеуім екеуміз Қазақстанды көрейік, қалай екен, туысқандарды аралайық деп. Осында ертерек көшіп келген туысқандарымыз да бар. Келіп аралап, тамсанып, керемет екенін көріп, сосын әрине кетерде сыйлыққа балаларыма кітап алғым келді. Кітап дүкендеріне 1-2 дүкенге бардым. Ештеме таппадым. Енді бар, бұрыннан біздің үйде бар кітаптар бар екен, классикалық кітаптар бар, басқа кішкентайларға арналған кітаптар. Дегенмен өзімнің қалаған кітаптарым жоқ болды. Содан кейін ойлана бастадым, бұл қалай деп. Неге кітап жоқ? Жан-жағымнан сұрадым, неге кітап жоқ деп едім. Мемлекет істеу керек деді. Акиматтан сұрайық деді. Содан кейін ойланып ішімде мынандай бір түрткі болып қайттым. Өзіме әрине орыс тілінде кітаптар алдым. Балаларыма ештеме алмадым. Өкініп қайттым.
Қайтқан кезде әрине Улан-Батор қаласында тұрамыз біз, Моңғолияда сол кезде. Сол жақтағы дүкендерге кіріп барсам, енді әлемнің ең керемет, ең ғажап кітаптар толып тұр. Моңғол тілінде. Содан ойладым да, бұл қалай сонда кішкентай ұшақ, миллион халқы бар Моңғолияда, әлемнің барлық кітаптар тұр. Қандай кітап көрсеңіз, ол мейлі көркем әдебиет болсын, бизнес әдебиет болсын, балаларға арналған суреттелген керемет кітаптар болсын. Содан ойладым да, бұл қалай қызық дүние, не үшін, не себеп дедім да. Сол кезде сол күйеуімді айта бастады, ал енді көшейік, балалар үшін жақсы жер екен, негізі балаларымызда жасөспірім болып қалды, былай қазақ болу біз үшін өте маңызды деп. Сол қазақ ортаға көшейік деп көштік. Сол көшу жол процесін бастадық, бірақ ол да біраз уақыт жалғасты, 1-2 жыл болды. Сол арада сол алғашқы кітаптарымызды басып шығардық. Ақын Қоян, Груффало, Анна Франктың күнделігі деген кітаптар бар, өздеріңіз білесіздер. Содан кейін сол бірнеше кітапты шығарғаннан кейін ал енді кеттік деп 2019 жыл, өзіңіз білесіз, Шәке, келе сала сізбен кездестік, Майра екеуіңізбен. Осылай кітап шығару процесіне кірдік. Шынымен де менің қалауым не болды деген кезде, біздің қазақ елімізде кітап шығару, қазақша кітап шығып пайда болу, дүкендерде болу қалыпты процесс болуға тиісті. Жаңағы Моңғолиядағы сияқты, не Германияда болсын, қандай әлемнің басқа елдерге барсаңыздар да, өз тілінде кітаптар толып тұр. Ал неге Қазақстанда жоқ деген, бұл мен үшін өте түсініксіз жағдай болды да. Бір жағынан қарасаңыздар, шынымен де трагедия. Сонымен Құдайға шүкір, 4 жылдың ішінде арасында, мысалы 2 жылдай қиын уақыт өткіздік, пандемияның уақытын. Деймен сол жақсы қолдаушылардың арқасында, жақсы адамдардың қасында, мысалы сіздер барсыздар, коллектив бар. Біршама кітап шығардық. Енді бұйырса ақырындап осылай шығара береміз. Неше кітап шығардыңыздар? Біз дәл бүгінгі таңда 60-тан астам кітап шығардық. Бәрекелді. Көбі балаларға арналған әдебиет, арасында бір 15% ересектерге арналған. Бұл енді көшбасшылықты біраз зерттеп жүрген адам ретінде айтайын. Бұл нағыз көшбасшылық қасиет. Көшбасшылар әдетте қиындыққа тап болса, кедергіге кез келсе, төңірегін айыптап, болмаса соған жауапты, әдетте ең оңай билікті айыптау, дым істемей отыр деп айыптау. Ал нағыз көшбасшылар көріп тұрған олқылығын түзетуге тырысады. Сондықтан Раиса ханымға көрермендердің атынан да қазақ оқырмандарына керемет, ғажап, әлем оқырмандар таласып жүріп оқып жатқан кітаптарды өзінің ана тілінде ұсынған үшін көп рахмет айтамыз. Осы қазір біздің студияға келген екі кейіпкеріміз, бірінші Раиса Кадыр. Раиса ханым әлемнің бестселлерлерін аударуды қолға алып, қазір 60-тан аса кітап аударған екен. Екінші кейіпкеріміз Бағдат Құдияр. Өздеріңіз білетін отбасы хрестоматиясы. Бұл кісілердің ерекшелігі біздің өзіміздің, бізде қазақ халқы да жалпы жалаң аяқ ел емес қой. Өзінің терең тарихы бар, ғасырлар бойы, мыңжылдықтар бойы қалыптасқан дүниетаным, мәдениеті бар. Бұл далада да талай мықты адамдар, ойшылдар, данышпандар өткен. Сол тарихымызды терең қозғап, ішіндегі өзіміздің даналардың сөздерінен суыртпақтап, идея теріп, қазіргі оқырманның қажеттілігін өтеп отырған баспалардың бірі отбасы хрестоматиясы. Қалай басталды? Ал қайырлы күн, көрермен. Енді бақ беттерінде де, әлеуметтік жерлерде де бұл жобаның қалай басталғандығы туралы айтылып келе жатыр. Сонда да қысқаша тоқталайын. Басы шындығында да үлкен баспаға айналамыз деген ой мүлдем болмаған. Енді мен бұл жерде бұл жобаның көшбасшысы емеспін. Бізде шындығын айтқанда жоба сәл басқашалау.
бір ынтымақпен бірлікпен келген бір командалық жұмыс десем де болады. Енді қысқаша тарихын айтатын болсақ, қазір мәжіліс депутаты, адвокат, заңгер атақты Қазақстандағы Абзал Құспан ағамыз бір күні осындай біздің жобаның негізгі авторы сол болып табылады. Дастархан басында отырып, өзінің жұбайы, жары бір ұлттық балабақша ашқысы келетінін айтады. Сөйтеді де біздің жобаның жетекшісі Санжар Керімбай ағамызға ұсыныс айтады. Сен енді өзің бір жақсы әңгіме айтасың. Осы бір не бір заттарды шұқылайсың, қарайсың, осыны бір кітапқа түсіріп берсеңші менің балабақшама деп. Содан Санжар ағамыз қасына PhD, қазір PhD болды, Мұхит Төлегенді алады. Біздің сосын композиторымыз дейді, авторлардың бірі Айбек Нәбиді алып, бұл жоба содан басталып кетеді. Бір қызық жері ол кезде марқұм журналист Бейсен Құранбек ағамыз тіреді. Сол отырыстың басында негізі сол кісі де болады. Ол да қызығып, оның да өзінің осындай бір жоба бастағысы кеп, жалпы бір ұлттық құндылықтарды өзі бір қайрақ деген жоба бастап, қазақтың жастарын бір қайрауға бір үгіттейтін жоба бастағысы келіп жүреді. Содан мына ортақ жоба ұнайды, ол кісі бұл жобаға атау табу керек болады. Содан барлық айналып келіп, түрлі атаулар ұсынылады сол жерде. Сосын Бейсен Құранбек ағамыз бұл бір отбасылық хрестоматия болсын. Әрбір үйде тұратын. Бір хрестоматияға айналсын деп, отбасы хрестоматиясы деген жобаның атауын сол кісі қояды. Содан осы Ғалым Боқаш деген белгілі өз журналист ағамыз бар. Сол кезде ол кісі Прагада тұратын. Ол кісі де бұл хабарды естіп, енді жан жақтан кітап қалай болу керек, тәжірибе жоқ, бір жаңашылдық керек, жан жақтан қалай болу керек деген кезде ол кісі кітаптың түсін таңдап береді. Біз негізі қазір қоғамда енді сары кітаптар деп аталып жүр, бірақ қоңыр деп берген ол кісі негізі. Қоңыр болсын, қазақта бір қоңыр деген сөз ерекше деп. Осылай бір командалық жоба басталып кетеді. Бірақ бұл негізі бір кітаппен ғана тоқтау керек болған. Бірақ әлдиден эпосқа дейін деген жоба басталғаннан кейін өзі кітап саласында жүрген мамансыздар ғой, өзі бір кітапты шұқылап соны айналысып жүргенде өзі екіншісі көрініп тұра береді артында қайсысы керек екендігі. Содан екінші салт дәстүр шығады. Осылай ең қызық жері команданы ойландырған сұрақ, бұл жалпы біздің алып келіп жатқан зат қазіргі мына заманға керек па, керек емес па? Қисса мысалға деп айтайық. Болмаса жаңылтпаш, бесік жырын алып жатырмыз. Осы сұрақ қатты мазалап, тағы ары қарай ізденіске кетеді. Сол кезде Санжар ағамыз бір энциклопедиядан логотерапия деген ғылымға жолығып қалып, орыстардан шыққан. Содан бір кішкене ғана бір үзінді көріп, Виктор Франклдың өмірдің мәні туралы. Сөйтіп сол кісінің шығармасы өте қызықтырып, ары қарай өмірге логотерапия келді. Жалпы ары қарай экзистенция ғылымына қарай ізденіс пайда болды. Әлемнің философтарын, әлемнің психологтарын, әлемнің психологияда 3-ші мектеп логотерапияны зерттеу, осылай қарай даму ізденістен соң осындай баспаға айналдық. Ал менің келіп кіретін жерім бұл бір қызық. Біз бірден баспа ретінде ашылмадық. Сондықтан жабайы түрде болса десек болады, кітап шығарылып, жігіттердің алғаш қазір күліп те айтамыз, рюкзактарына салып алып қаланың ішінде сатып жүретін оқиғалары көп. Санжар аға өзі салып алады. Сөйтіп жүріп келіп, бұл уже қоғамдық сұранысқа айналды. Сол кезде мен бұған дейін қоғамдық бірлестіктер, қоғамдық қорларда жұмыс жасағам, басқарғам. Сосын мен келіп ұсыныс айттым. Мына жүрісіміз біздің болмайды. Біз себеп келесі сатыға өтуіміз керек. Біз баспа ретінде қоғамдық қор, бірінші қоғамдық қор ретінде құрылдық. Себебі кеше бір Стамбулға барғанда бір баспагерден естіген бір әдемі сөзім болды. Өзіме қатты ұнады. Жалпы бұл баспа ісі, бұл көңілдің ісі дейді. Бұны адам бизнес деп кіре алмайды негізді бұл затқа деп. Сондықтан сол сөздің айналасында енді ары қарай бұл таралу керек. Осындай немен мен бұл жерде ұйымдастырушылық, менеджерлік қызметті атқарам десем де болады негізі. Сол менеджерлерге байланысты менеджер деген manage, басқару деген сөз ғой.
кез келген күнде кімге қанша идея басына кіріп шықпайды. Оның бәрі үлкен іске, ұлы іске айналып жатқан жоқ. Айналдыратын болса, ол сол басшыларға байланысты деп ойлаймын. Енді бұл жерде мен тек жүргізуші ғана емес, баспагерлердің бірі болып қатысып отырмын. Сондықтан мен де өзімнің сториімді айта өтейін. Мен енді журналистикадан бастадым, мемлекеттік қызметте аз кем істедім, бірақ үнемі менің ойымда бір ой жүретін. Ол елді қалай дамытсақ болады, дұрыс істеп жатырмыз ба, бұрыс істеп жатқан жоқпыз ба? Мәселен, Атырауда 4 жыл әкім орынбасары болып істедім де. Жылдағы цикл қайталана береді. Қай жерде тұрмыз, егер мақсатымыз, мемлекет ретіндегі мақсатымыз А нүктесінен Б нүктесіне жету керек болатын болса, біз А нүктесінен Б нүктесіне қаншалықты жақындадық, болмаса жақындамадық па, мүмкін кері кетіп қалған шығармыз. Сондай ойлар көбіне мазалады да, сөйтіп Америкаға оқуға аттандым. Сонда оқып жүріп, бір профессормен Қазақстанның қайтсе дамиды деген бір тақырыпта дипломдық жұмыс қорғадым. Көп нәрсеге көзім жетті. Сондағы көзім жеткен бір дүние, бұл Қазақстанды дамыту үшін ең алдымен осы халықты дамыту керек. Оның ішінде әсіресе қазақ халқын дамыту керек. Ал қазақ халқын дамыту үшін олар ақпарат алатын тілді, яғни қазақ тілін дамыту керек. Қазақша контент жасау. Себебі физиологиялық тұрғыдан тамақ ішсеңіз, өзіңіз дами бересіз, бойыңыз өседі, тікесінен дамисыз, жалпағынан дамисыз деген сияқты. Ал даму деп тұрғанда біз интеллектуалдық дамуды айтып тұрмыз. Ал интеллектуалдық дамудың қорегі ақпарат. Яғни қазақ тілін дамыту керек. Қазақ тілін дамыту деген сөз ойлап табу деген сөз емес, бұл сол контентті, мазмұнын дамыту керек. Сөйтіп, мазмұн деген сөзге келдік. Барлығы қазақ тілін мазмұнын дамыту керек. Қазақ тіл сонда дамиды, қазақ тіл дамыса, қазақтар дамиды, қазақтар дамыса, Қазақстан дамиды деген. Осындай нанымымыз, ағылшынша айтқанда belief. Осы наным мазмұндаманың ашылуына түрткі болды. Мазмұндама деген бұл summary кітап деген сөз. Мазмұн summary, кітап жаңа наме дегенде шахнаме наме деген кітап деген сөз ғой. Ең бірінші біз үлкен бір кітапты аудару ойымызда да болған жоқ, оған жетеміз деп ойлаған да жоқпыз. Негізі мақсатымыз әлемнің үздік университеттерінде, программаларында әртүрлі сала бойынша бар ғалымдардың кітабын мазмұндап, бір кітапқа 10 кітаптың жүгін артып, сөйтіп беру болды. Содан негізгі кітабымыз сол мазмұндама, summary кітаптардан басталды. Қазір сол кітаптың өзі қазір бір серия болып 10 кітапқа жетті. Көшбасшылық, менеджмент, экономика, технология, маркетинг, тәрбие, отбасы, түрлі салалардағы кітаптарды солай қамтыды, солай басталып кетті. Қазір біз 5 жылға таяп қалған екен. Азды көпті біраз нәрсені ұжым болып көріп келе жатырмыз. Қысқаша мазмұндаманың тарихы. Ал қазір қанша кітапқа жеттіңіз? Қазір біз былтыр 111 кітап шығардық. Бірақ 111 кітаптың барлығы аударма кітаптары деп айта алмаймын. Оның ішінде кәдімгі қазақ авторларының кітаптары да бар. Оған негізгі себеп сын ести бастадық. Тек қана шетелдің аударып жатыр басқа. Менің ойымша қазақ авторларының кітабын шығару ең оңай жұмыс. Онымен біраз баспалар айналысып та жүр. Дайын шығарма, Word версиясын алып аласыз да, верстка жасайсыз, мұқабасын жасайсыз да шығара қоясыз. Ал ең қиын жұмыс Раяның айналып жатқан шаруасы. Біріншіден құқын алу керек, оны саудаласу керек, келісу керек, оны аудару керек, оның редактура, корректурасы бар. Міне ең қиын жұмыс. Сондықтан да ол жұмыспен көп адам айналысып жатқан жоқ деп ойлаймын. Мүмкін қиындығынан да болар. Енді осы тақырыпқа бір сұраққа жауап бере кетейік. Мынандай қасаң пікір қалыптасқан. Қазақтар кітап оқымайды деген.
қысқа блиц сұрақ жауап. Рая, сіздер ең алғашқы кітаптарыңыз Гарри Поттерден басталды. Сол соңғы 4 жылдан бері сатылып жатқан кітап болса керек. Ең осы жылдар арасында ең көп тираж қанша кітап шықты? Біздің алғашқы кітаптарымыз сол Ақын Қоян, Груфал, Анна Франктен кітаптар болды. Ал бірақ қоғамда ең көп резонанс тудырған сол Харри Поттердің сериясы болды. Бүгінге дейін қанша? Бүгінге дейін ең көп сатылған Харри Поттер мен пәлсапа тас. Ол енді алғашқы сериясы. Жалпы дүние жүзінде ең көп сатылатын сол бірінші сериясы Харри Поттердің. Ол 5000-нан астам тираж сатылды. Енді сол орташа есеппен бізде кітап 2000 тиражбен шығады. Одан көп аспаймыз. Асып жатса керемет болса, енді 3000-4000 тиражға жетеді. Ол енді өте жақсы жағдайда. Бірақ ол дүние жүзінде де сол қалыпты жағдай. Дегенмен халық оқырман саны көбейіп келе жатыр. Бұл яғни бір товарды аласап, сатасап бітіп кететін емес қой. Бұл енді ұзақ мерзімдік жоба. Сондықтан жыл сайын есептеп отырамыз, адамдар қанша оқып тұрады дегенде. Бірақ оқырман саны көбейіп келеді. Енді соңғы уақытта Қазақстан демографиялық дүмпуді бастан өткеріп жатыр. Былтырлары мәселен 500 мыңға жуық сәби дүниеге келген екен. Бұл қуанышты жаңалық. Ал сіздердің оқырмандарыңыз болашақ. Солар орыс тілді кітапқа өтіп кете ма, жоқ қазақ баспагерлері өздерінің қызық туындыларымен ұстап қала ма, осы отырған біздерге байланысты. Енді мазмұндамамен Step and World'тың екеуінің концепциясынан бөлек, сату концепциясынан бөлек отбасы хрестоматиясы. Себебі, мәселен, бізде де сондай, мәселен, 4 жыл бұрын шыққан кітаптарымыз шамамен жылда 1000-1500 сондай өтеді. Бізде де сондай бір 5-6 мың данаға жеткен шығар, осы алғашқы шыққан кітаптарымыздың сатылымы. Ал отбасы хрестоматиясының бізден артықшылығы, бұл кісілерде аудитория бар. Өзінің тұрақты оқырмандары бар, және жергілікті жерлерде өзінің сатушылары да бар. Сіздердің ең көп өткен кітаптарыңыз, алғашқы кітаптарыңыз қанша данамен сатылды күні бүгінге дейін? Басы, жаңағы айттым ғой, басы есеп болмай басталған. Бірақ біздің есебіміз бойынша ең көп сатылған кітап бұл салт дәстүр сөйлейді кітабы. Кітап оқымайды дегеннен келеді. Мен қазіргі күні айтам, егер адамдар кітап оқымайтын болса, біз қалай осы уақытқа дейін ұжым ретінде тұрмыз дегенде сұрақ келеді. Егер ол кітапты ешкім алмаса, бізде тегін кітап беріле бермейді негізі. Принцип бойынша, неге дегенде адамдар кітап сатып алып үйрену керек. Оны бір мәдениет ретінде үйретуіміз керек, шындығын айтқанда. Қазір алдыңғы орында келе жатқан кітап 2019 жылы Бесен ағамыз өмірден өтіп кеткеннен кейін соның өмірін экзистенциялық талдау жасап, Бесен және Болмыс деген кітап шығардық. 2019-дың декабрінде шықты. Біз 50 жасқа толған туған күніне арнап шығарғанбыз. Соған дейін үлгеріп, қазіргі таңда 20 мың тираж болды сатылымы дүкендерде. Мүмкін енді ол Бесен ағаның өзінің қалай осы уақытқа дейін жасап кеткен бейнесі деп те айтуға да болады. Өте танымал, халықтың сүйікті. Бірақ екінші тағы сонымен қатар бала тәрбиесіне байланысты балалықтан даналыққа деген кітап шығарғанбыз. Виктор Франклдың шәкірті болып келетін Элизабет Лукастың соның ғылымының негізінде ол Бесен ағадан бір 3000 тиражға қалып келе жатыр. Ол 17 мың тиражға жетті қазір. Демек, қазақ кітап оқиды. Оқиды. Оқитын кітабын шығарып, алдына жеткізіп ұсынса. Тура солай. Себебі былай ғой. Бізге енді жағы қазір өзіміздің сатушыларымыз бар аймақта. Бізге сіздерден кітап шығарсақ деген ұсыныспен келетін адамдар көптеп пайда болды. Енді былай көңілін қимағанмен, бірақ барлығының кітабы қоғамда сұранысқа ие бола береді деу қиын. Себебі кітаптың барлығы нарықта шықса өте береді деп айту, ол өте қиын, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан сондай да сұраныс бар. Сондықтан біз
әрбір шығармаға талғаммен келіп осындай өте бір қатты сүзгіден өтіп қана қарап отырмыз қазір. Енді негізгі мәселе кез келген салада, кез келген мекемеде өзінің алдында бір белгілі бір қиыншылықтар туады ғой үнемі. Қиыншылықсыз, проблемасыз сала жоқ. Бірақ енді қиыншылықтар кейде түсіне білген адамға сол саланы алға жетелейтін бір мүмкіндіктер ашып жатады. Қазір Рая, сізден бастасақ, қандай қиыншылықтармен сіздің баспа бетпе келіп отыр? Жалпы сала қандай проблемаларды бастан кешіп отыр деп ойлайсыз? Бұл сол соңғы 30 жылда жойылып кеткен оқу мәдениеті. Яғни адам қазақша кітап оқу керек емес деген мына стереотип пайда болып кетті. Одан кейін біз алғаш кітап шығара бастаған кезде көп адамдар келетін да, біз қазақша шыққан кітаптарды аламыз, аудармалар бар, шетел әдебиеті бар, түсінбейміз дым деп. Бір-екі бетін парақтаймыз, одан қоя саламыз дегендей. Сондай көп пікір алғашында маған айтты. Сол кезде мен аң-таң болатынмын, бұл қалай деп. Соны бұл қалай қазақша тез жазама, не болады дегендей. Сөйтіп едім, сол әңгімелесе келе, мысалы біздің қазір баспамыздың жақсы жүрген себебі біздің бас редакторымыз Назгүл Қожабек ханымның шынымен де батылдығы. Өйткені мұқият қаншама текстін қарап сапалы шығаруға тырысады. Сол себептен де бізде мысалы өте көп кітап шығара алмаймыз аз-аздан, өйткені бәрібір қате кетеді да текстте. Сол үлкен қиыншылық, бірінші сол үлкен қоғаммен проблема. Оқу мәдениетінің, қазақша оқу мәдениетінің қалыптаспағаны ма? Қалыптаспағаны. Үзіліп қалғаны ма? Үзіліп қалғаны. Үзіліп қалды десек, жаңа мәселен отбасы хрестоматиясының кітаптары соңғы 4 жылда мәселен 20 000 данаға дейін өтіпті. Демек, жыл сайын 5 000 дана. Сіздердікі де сондай. Дегенмен қараңызшы, бәрібір адамдардың енді қазақша авторлардың кітабы қалай шығады дегенде мемлекеттің қолдауымен көбінде шықты. Олар енді мүмкін кітапханаларға таралып кеткен шығар сол уақытында. Ал шетел әдебиетін қоғамда қалыптасқан ой не болды деген кезде шетел әдебиетін тек қана орыс тілі арқылы оқимыз деген. Талай кездесті. Орысшасын оқып қойдық дегенде. Орысшасы тұр ғой, қазақшасы не керек дегенде. Біз алғаш бастап жатқан кезде мысалы адамдар айтатын, кімге керек адам шетел әдебиетін. Бұл жерде оқу мәдениетінен бұрын демек адамдар сол әдебиетті әрине қазақшасы болмаған соң орысша арқылы тұтынады, орысша оқу арқылы мәжбүр болады. Демек шетел әдебиетін адамдар қазақшасын емес орысшасын оқуды дағдыға, үрдіске айналған, дәстүрге айналдырған десек те болатын шығар. Енді қазақ әдебиетін қазақша оқиды, ал басқа шетел әдебиетін орысша оқуды қалай айтсақ болады, әдетке айналған. Сол ғой негізгі айтатын мәселеміз. Қалалы жерде солай, мысалы қалалы жерде қазір көп адам бәрібір, мысалы шетел әдебиетін оқыған кезде бәрібір орысшаға барады, өйткені орыс тілінде кітаптар жылдам дереу шыға қойып келе қояды деген сияқты. Ал енді ауылды жерге барған кезде кітап жоқ болды ғой. Кітап жоқ, бәрібір о жаққа барсаңыздар да кітап дүкен деген бар ма жоқ па белгісіз. Бұрынғы Абай жолдарын қайтып оқиды. Кітапханаларда жаңа кітаптар келді ма жоқ па белгісіз. Сонымен не болады дегенде приоритет кітап болмай кетеді. Жалпы үлкен кітап дүкендері, кітаппен айналысу, сату мына үлкен қалаларда ғой. Осы бір заттарды ескеру керек. Қиындық қазір кітапты тарату, дистрибуция. Сату жүйесі қалыптаспаған. Яғни тұтынушымен, мысалы қазір біз продюсерміз ғой, мысалы жасап отырмыз кітапты. Жасап отырған кезде сол тұтынушыға жеткізу. Енді екеу бірігіп барып мынандай рынок болады ғой, мысалы нарық пайда болады. Енді соны ақырындап жасап жатырмыз. Ол жоқ емес, қазір бар. Дегенмен ол кеңінен тарау керек та. Ал қоғамда не деген кезде адамдардың, халықтың жағдайы енді қазір уақытта кейбір жерлерде жақсы, кейбір жерлерде онша емес. Дегенмен бәрібір ақшасы бар болса да адамдардың приоритеті кітап емес. Басқа дүниелер приоритет болып тұр, Сол себептен мысалы білім сияқты кітапқа қазір көбірек көңіл бөлсе, сол кезде еліміз дамиды. Енді оқу мәдениетін, кітап оқу мәдениетін бізге ешкім қалыптастырып бермейді. Өзіміз қалыптастыруымыз керек.
маркетинг арқылы, түрлі әдіс тәсілдер арқылы ол түсінікті нәрсе. Екінші, кітап сату. Екі проблема көтерілді ғой қазір. Енді мен қазіргі баспагерлер, әсіресе заманауи баспагерлер, біздер кездесіп отырғанда тағы бір проблеманың басын шалайын деп отырып, осы жерде тағы айта кеткім келіп отыр, заманауи баспагерлер деп мен әдейі бөліп алып отырмын. Атамұра, мектеп, тағы кімдер бар? Дәуір, сол сияқты динозаврларды айтып отырған жоқпын. Себебі олардың нарқы басқа, олардың оқулық шығарады, олар оның сапасы басқасы, екінші жағындағы әңгіме, жалпы олардың былай қарағанда ұпайы түгел. Оқырманның назарына таласатын осы отырған үшеуміз, менің ойымша. Осы тұрғыда айтып отырған заманауи баспагерлердің менің ойымша негізгі проблемалардың бірі кадр жетіспеушілігі. Былай айтсам болады негізі. Мен осы ойымды аяқтай кетсем, Бәкеді, біріншіден аударма кітаптармен айналысу үшін жақсы аудармашылар саусақпен санарлық. Санағанда мына бір қолыңдағы саусақтар жетеді. Екіншіден редакторлар да мәселе. Ол түпнұсқа мәтінді түсіне отырып, салыстырып оқи алатын редакторларда өте тапшы. Үшіншіден, кітаптың бәрі енді аударма емес қой. Өзіміздің отандық жазушылар болуы мүмкін, иллюстраторлар болуы мүмкін. Біздің жазушылар деп отырғанда, кадр деп отырғанда мен тек қана аудармашылар мен редакторларды айтып отырған жоқпын, сонымен бірге жазушыларды айтып отырмын. Екеуміз Түркияға бардық, копирайт көрмесіне. Сонда барғанымызда жасөспірімдерге young adult кітап жазатын Қазақстанда адам жоқтың қасы. Тарихи романдар, сондай дүниелер жазылады. Балалар әдебиетін, балалар жазушылары да қазір белсенді балалар жазушы. Белсенді дегенде жазып жатқан балалар жазушыларда жоқтың қасы. Тек саусақпен санауға болады. Міне, біздің өзіміздің контент мейкерлік қабілетіміз өте төменді. Мәселен, дәл сондай нон-фикшн, танымдық, болмаса көркем әдебиеттерді біздің жазушылар бұрқыратып жазып жатса, біз шетел әдебиетін сатып алып аударуға мүмкін. Аудару керек қой онсызда да. Бірақ ондай қазіргідей мұқтаж болмаспыз. Сол Түркияда мәселен біз бір 50 шақты кітаптың құқын сатып алдық. Түрктің жазушылары кәдімгі жасөспірімдерге, балаларға арналған керемет прозалар, олар қалай бет хаттауын көрсеңіз, жалпы иллюстрацияларын көрсеңіз таңғаласыз. Ол ма? Және әр кітаптың желісі бойынша мультфильмдер түсірілген. Сол кітаптағы кейіпкерлерді кейбіреулер ойыншық, қуыршаққа айналдырып жатыр. Көрдіңіз бе? Былай қарағанда индустрия кешенді дамып жатыр. Сондықтан менің айтпағым, кадр тапшылығы өте үлкен проблема. Сіздер үшін білмеймін, өзім үшін сондай. Ол қоғамда. Мен өзім бұл тақырыпқа былай келем. Бізде жалпы нарықтық деп айтып жүрмін мен қазір. Нарықтық заманға бейімделген баспалар дейін ба, енді білмеймін қалай, оған атау да жоқ та қазір. Себебі бұған дейін қалай болды? Барлығы өз кеңес үкіметінің кезінде құрылған жүйемен кітап шығару баспа саласында қазіргі күнге дейін келе жатырмыз. Ал нарықтық деп мен осы бір 4-5 баспаны ғана айтар едім да. Мысалға, осы мазмұндама Степен Орлдты өзім жиі қосам, енді Бақытжандар бір жақсы өздері, Бұхарбай Бақытжан, Амал Букс бастап келе жатыр. Қасым да енді әйтеуір Pocket Book болса да әйтеуір бұрынғы шығармалар шығарып келе жатса, бір жаңашылдық әйтеуір. Кәсіп ретінде кіріп келе жатыр бұл салаға. Ол да бір әйтеуір қуантарлық жалпы жағдай. Бізде негізі барлық салада бізде қиындық тудырып тұр ғой негізі. Жаңадан тәй-тәй басып келе жатқан баспалардың барлығы, былайша айтқанда, мемлекеттік қолдауынан емес, өздері жеке
баспа саласына өздері кірген энтузиазммен дейміз ба енді білмеймін қалай болған кезде де осы салада біз күнде өзіміз дамып келе жатырмыз негізі. Бірақ мүмкін мен осы күні ойлаймын, біз өзіміз осының проблемаларын бәрін жойып жасамасақ, біз мысалға кеше Түргеліне барып келгеннен кейін жалпы ойлар нелерге, сонда командамен отырып ақылдасып жатырмыз да, бізге өзіміз балалар жазушысы болсын, жазушылар дайындау мәселесі осы бірінші орында тұр. Көп сату мәселесі ол бөлек, аймақтарға, дүкендерге жету, кітап дүкендерінің жұмыс жасауы, барлық жалпы кітап саласының барлығы проблемада. Шындығын айтайық, мен сіздерде де солай деп ойлаймын. Біз кітап шығарайық деп, шығару керек екен деп бастап кеткенімен бәріміз әлі үйреніп келе жатырмыз. Күнде үйреніп жатырмыз. Сатудың бір затын, әйтеуір мына соңғы кезде мен бір қуанатыным, бір өзіміздің жігіттер бастап, Рауандар деймін, мына ұлттық аударма бюросын жасап, бір жақсы бір жоба бастады, мен өте бір қатты қуанғам. Сол кезде бір мектеп бір қалыптасып қалғандай, аздап бір алғашқы бір толқын, редакторлық, жаңа бір толқын, жаңа адамдар, жаңа редакторлар сол кезде, аудармашылар сол кезде пайда болды ма деп ойлаймын да, бір сол кезеңде осындай бір кезеңнен өтіп келе жатырмыз. Сондықтан айта беретін болсақ, қазір проблема өте көп. Әсіресе мына нарықтық өзіміз сияқты баспалардың мәселе, шетін түртсең тек мәселеден тұрады ғой. Біз былайша айтқанда нарыққа Түргелі сияқты кірген емеспіз да, біз әлі кеңес үкіметінің жүйесінде жұмыс жасап тұрған, сол жүйедегі келе жатқан мемлекетпіз. Ол жерде уже нарықтық дамып кеткен, енді Рая Европада неде осы кітап саласына байланысты жиындарда өте көп болады. Бізде бұл жүйе әлі сынбаған. Шындығын айтайын, осы мәдениет саласындағы басқарып отырған жоғарыдағы кісілердің көбісі де әлі бұл саланы қатты бұлай түсіне алмайды ма деп ойлаймын негізі. Енді айтуыңыз өте орынды. Жалпы кітап саласы біраздан бері біз киім киюді киім кию үшін Қытайдан, Түркиядан киім тасып киеміз ғой. Сатылып жатқан киімдердің бәрі сол жақтан. Ол жақтан киім келмей қалса, жағдайымыз мүшкіл болады. Сол сияқты кітаптар да сондай. Оқып жатқан кітабымыздың басым бөлігі шетелден. Шетел болғанда да шетел деп бір үлкен қылып айтпай Ресейден. Ол жақтан кітап келмей қалса, мәселен, тағы да сондай мүшкіл күйге түсеміз. Енді кітап оқитын адамдар үшін, оқымайтын адамдар үшін бәрібір. Мен таң қалғаным, өткенде бір Чехияның баспагерімен сөйлесіп қалдым. Чехия өзі шағын ғана мемлекет қой, 10 миллион халқы бар. Бізде 20 миллион халық бар. Халықтың саны 2 есе үлкен. Бір ғана баспа 400-500 кітабын шетелдерге ұсынып отыр екен. Біз қазір шетелдің баспаларынан кітап сатып аударғанымызды үлкен жұмысқа балап отырмыз. Анда-санда бәлденеміз. Ал міне кішкентай ел сатып алып қана отырған жоқ, олар сатып та алып жатыр шетелдерден. Бірақ сонымен бірге өздерін чехтердің жазушылары бар, иллюстраторлардың басын қосып, жақсы кітаптарды шығарып сатып жатыр. Бірінші чех тілінде шығарады екен, сосын оны ағылшыншаға аударып, кәдімгі кітап етіп шығарады да, шетелдің баспаларына ұсынады. Ұсынып қана қоймайды, Amazon сияқты платформаларда, маркетплейстерде өзі сатады. Ресейдің өзі баспагерлері, сол чехтың кішкентай бір ғана баспасынан пәленбай кітап сатып алған екен. Бірақ қазір сатпай қойдық дейді Ресейге. Қазіргі геосаяси жағдайға байланысты. Міне, демек 10 миллион халқы бар Чехияның
баспасы сондай жағдай жасап өзінің чехтың жазушылары мен иллюстраторларының жұмысын әлемге істеп, былай қарағанда ол ақша келіп жатыр ғой өзінің еліне. Чехияда көп болса бір қанша кітап өтеді деп едім, бізде 1000 жарым кітап өтеді дейді. Ал шетелге шығатын болса, ол 10 мыңдап, тіпті 100 мыңдап өтуі мүмкін. Сондықтан менің ойымша біздің баспагерлердің келесі қадамы өзіміздің жазушыларды, балалар әдебиетіне балалар әдебиеті болса, иллюстраторларды дұрыс бағдар беріп, соларға шетелде қандай кітаптар өтіп жатыр, қандай кітаптарға сұраныс бар, өзіміз кітаптарды жасап, әрине ең бірінші қазақ тілінде болады, сосын оны ағылшыншаға аударып, біз сол кітаптарды шетелге шығуымыз керек. Мәселен, ағылшын мен испан тілін білетін адам 70-80% адамзат түсінеді екен. Демек, сіз бір тілге аудару арқылы сіздің аудиторияңыз кеңейеді. Сондықтан біздің жазушылардың аудиториясын кеңейтіп беруге жұмыс жасауымыз керек. Ол үшін жазушыларға айтуымыз керек, мына тақырып өтімді. Мен соны жаңа біздің мойнымызда, білмеймін енді, біздің мойнымыздағы жауапкершілік деп айтуға тура келіп тұрды. Сіздің айтып отырғаныңыз, мен қазір неше соңғы уақыттан бері қатты ойландырып жүрген мәселе, бізде кітап саласына байланысты бір агенттік жоқ. Былай бизнес болып есептейтін болса, бір бос тұрған алаң, ниша дей ма? Бос тұрған алаң. Яғни біздің кітаптарды алып барып, кешегіндей кітаптың бір қан базарында біздің кітаптарды сондай қылып саудалап тұрған бір Қазақстанның бір өкілін көрмейсің. Мен кеше барғанымда сол ұйымдастырушылардың біреуіне, үлкен агенттік екен, мені үйретіңдер дедім. Мені үйретіңдер. Сіздерде жоқ па дейді? Айтым, жоқ. Бізде бар ма әлде? Мен естімей қалдым ба? Бізде жалпы кітаптарды сыртқы нарыққа шығаратын. Сыртқы нарықты қойыңызшы. Бір кітапты алып, бір авторды алып, оның кітабын соңына дейін шығарып беріп, оны насихаттап, оның кітап презентацияларын өткізіп беріп, аймақ-айпақта насихаттап жүретін бір мекеме бар ма? Мен мүмкін естімей қалған шығар. Агенттіктер, онымен сіздің айтып отырған шаруаңызбен баспа айналысу керек. Себебі қанша тиражын көп сатса, баспаға сонша табыс қой. Сондықтан ол шаруамен баспа айналысу керек. Ал агенттік бұл, мәселен, сіздің құқығыңызды алады, жазушы болсаңыз, басқа баспаларға сатады. Мүмкін шет тіліне аударып, шетелдің баспаларына ұсынуы мүмкін. Бұл жерде енді жүйе, жалпы халықаралық баспа ісінде өзінің бір жүйесі бар, система. Яғни бұл сіздер талқылап отырған тақырыптарыңыз құқық сату. Авторское праваны сату дейді ғой. Мысалы, өзіңіз Чехияны айтып отырсыз. Чехия қазір соңғы қаншама жыл Европейский союзда отыр. Европейский союздағы ең мықты елдер, ол мысалы Германия сияқты елдер, Франция сияқты елдер ежелгі заманнан бастап 1000 жылдан бері авторлық құқығын сатумен айналысып келе жатыр. Бұл жүйе бүкіл Европаның елінде керемет, жақсы қалыптасқан. Сонда мысалы жаңадан шығыс Европаның елдеріне де олар уже қалыптастырып үйретіп қойған. Яғни оларда система бар. Система қайтеді деген кезде жаңаға бір баспа үй жаңағыдай 400 кітап бар, мүмкін өзінің наименованиясы, мысалы авторлары 1000 авторы бар, соның 1000 кітап бар деп айтайық. Сол кезде олар 400 мысалы құқығын сатамыз деп отыр. Жаңадан шыққан ішінде 100 автор бар дейік. Сатқан кезде қайтеді деген кезде ол мемлекеттің өзінің сондай аударма ісіне байланысты институттар бар. Агенттіктер немесе институт дейміз, мысалы министерствоның ішінде. Олар кәдімгі сол чех тілінен басқа тілге аударылса, грант береді сол басқа баспаға. Мысалы, мүмкін немістерге кетті, чех тілінен мысалы түріктерде де сондай бар. Оларда онда жүйе қалыптасқан, теда дегендер. Мысалы, Норвегияда Норла деген бар. Немістерде де бар, басқа елдерде бәрінде бар. Олар қайтеттен өз әдебиетін шетелге танытқысы кеп, насихаттап, кәдімгі жүйені орнатып қойған. Сол жүйе бізде жоқ. Ол бірінші проблема. Екінші проблема әрине, соңғы 30 жылда авторлар жазбады емес, жазғанда шығар.
бірақ мына кітап басып шығару, нарыққа, қоғамға мына таныстыру деген сияқты, сату деген сияқты сондай жүйе қалыптаспағандықтан, мәдениет қалыптаспағандықтан енді олар көп мән бермей жатыр. Бірақ біз мысалы өткен айда Біріккен ұлттар ұйым және Шевронмен біріккен шұғылалы ертегілер деген әдемі кітап шығардық. Онда біздің 20-дан астам авторларымыз қатысты. Қазақстанның авторлары әртүрлі тақырыпта. Енді жаза алмайды емес, жазады. Балаларға арналған әңгімелер бар, ертегілер бар деген сияқты. Мүмкіндік берсе, бәрі жазады. Сол себептен де біз мүмкіндікті кім беру керек? Мүмкіндік ол бір жағынан автордың өзі белсенді болу керек, әрине. Бұл бір жағынан өзі волонтерство деп айтамын, белсенділік болу керек. Екінші жағынан әрине баспагер мен автордың ортасында өте жақсы қарым-қатынас болу керек. Ол жағынан әрине баспагерлер де өте мықты болу керек. Мысалы, қаржы жағынан болсын, өзі тұрақты. Сосын әрине кей жағынан мысалы грант арқылы мемлекеттер көмектесе, ол авторларға олар керемет болады. Мысалы, мемлекет өзім ғана басып берем емес, міне сен керемет мысалы автор екенсің, бағаладық, күшті екен кітабың, мүмкін бірнеше награда аламын екен, мысалы премия алған елдің ішінде, мысалы жарыстардан. Соларды кәдімгі баспагерлер өз таңдап отырып контрактқа отыру керек. Мысалы сіз үшеуміз отырмыз неге алды, мысалы бір 5 керемет премия алған авторлар отыр. Біз келісіп алып жүріп, кім көбірек ұсынады, сол мысалы шығарады деген сияқты. Жалпы сіз мемлекеттің жазушылардың кітабын басып беру жүйесін білесіз ба? Жақсы білмеймін, бірақ енді шамамен олай былай жылда бір белгілі бір қаржы бөлінеді. Соған комиссия отырады да, мәдениет министрлігінде. Сол ақшаларды кімге береміз деп өздері шешеді. Ішінде жаңа туындылар болуы мүмкін, болмаса бір ескі баяғыдан шыққан туындылар да болуы мүмкін. Соларға ақша береді екі жолмен. Біріншіден басуға 3000 дана басасыз, сізге ақша береді 5-6 миллион теңге. Сіз басасыз да, оны мемлекетке тапсырасыз. Бір 200 данасын ба өзіңізге алып қаласыз. Ол үшін сіз баспа табуыңыз керек. Сол баспаға айтасыз, мен кітабым ақша берейін деп жатыр, сіздің баспа арқылы осыны ұйымдастырайық деп. Екінші қолдау сіздің авторлық құқығыңызды сатып алады. Қанша жылға екені есімде жоқ, 5 жылға шығар. 5 жыл оны сатып алады да, мемлекет өзі бір баспаға сол кітапты шығаруға тапсырыс орналастырады. Сіз жалпы 5 жыл бойы оның материалдық, өзіңіздің шығармаңыздың материалдық құқығына ие болмайсыз да. Былай қарағанда мемлекет баспа сияқты әрекет етеді. Ол өте теріс. Ал сіздің ұсынысыңыз қандай? Мәселен, қазір бізді тыңдап отыруы мүмкін. Осы салада саяси шешім шығаратын адамдар. Не істеу керек мемлекет жазушыларды қолдау үшін? Енді жазушыларға бірінші әрине грант беру керек. Қалай? Қалай деген жаңа премия арқылы, жүлде арқылы, конкурс арқылы, міндетті түрде. Бірнеше конкурс жүрілсе, содан бірнеше рет сол не алса, жүлдесін алса авторлар, одан кейін сол жүлдесімен мүмкін ағылшын тіліне аударатын мүмкіндік берсе мемлекет, содан кейін шетелдік конкурстарға қатысса. Бізде жүлделер жоқ емес, бар, мынау меценаттарда ұйымдастырып жатады. Бір осы былтырдан бастап тағы айбоз деді ма, тағы бір жүлде шықты. 10-20 болу керек. Қанша миллион ол жер? 5 миллион бекен қанша миллион береді? 5 миллион берсін, бірақ бұл бір реттік, бір кішкентай ғана көмектер, жүйелі емес. Және мен өмір бақи жазушылықпен айналысып келе жатырмын, мен өмірімде бір-ақ рет қана айбозды ұтып алуым мүмкін 5 миллион теңге. Бұл енді бұл мәселелерді бар ғой, Шыңғыс негізі комплексіні қарау керек та. Бізде жүлделер бар, бірақ ол жүлде қалай алынды, қалай берілді деген сұрақ бар. Сіз мысалға ертең жарайды бір жүлделі кітапты алдық дейік, оны біз Европаға түргел немесе шығарып көрейік дедік. Ол жүлдені таңдаудың өзінде де механизмдардың өзгерісі көп та, бірінің артынан кете бересің. Себебі сен алып барған шығармаң ол шындығында өтім болу керек. Қазақстанда ол шындығында оқылған болу керек. Былтыр мысалға белгілі бір осындай жүлделердің тағайындалған кезде міндетті түрде әлеуметтік желіде не болып жатады, талас болып жатады. Яғни таңдау механизмі, оған жүлде берудің механизмдері қалыптаспаған, ол бір көп та комплексні, бірнені ала алмайтын заттар бар. Бір ғана критерийді. Енді осы мемлекет не істеу керек, біз не істеу керек деген тақырыпқа келеміз. Мемлекет не істеу керек деген тақырыпта
жаңағы ұсыныс менде сонда ойлап қойғам, Түркияда TEDA бар ғой, түрік жазушыларын шет тілдеріне аударам деген баспалар болса, мәселен бізде Фолиант бірнеше кітабын, ана Орхан Памуктың кітаптарын сол TEDAның былай қарағанда түрік елінің ақшасына қазақшаға аударды. Демек бізге кеше қанша ақша, бюджеттеріңіз қанша деп сұрағанда 1 миллион деді. 1 миллион доллар. Былай қарағанда 1 миллион доллар көп ақша емес. Негізі көп емес. Мемлекет үшін көп ақша емес. Баспалар үшін ол үлкен ақша. Сөйтіп 1-2 миллион долларды бөліп, мәдениет министрлігінің жанынан қай шығармаларды аударғымыз келеді. Соған шетелдің баспаларына ұсыныс беру керек. Егер қазақтың осындай жазушысын ағылшыншаға, испанға, французға, түрік тіліне аударатын болсаңыз, оны мемлекет өз мойнына алады. Аудару үшін грант береді. Бұл бір жақсы ұсыныс деп айта аламын, мемлекет не істеу керек дегенде. Негізі ол жұмыс басталып кеткен сияқты, өйткені біз өткенде мына кітап палатасының Қойтанов ағаның кездесу барысында осы жүйені қалыптастыруға енді жұмыс істеп жатырмыз деді. Бұйырса, мүмкін келесі жылдардан ол да бір күнде істеліп кетпейді. Болатын шығар деп үміттенеміз. Оған дейін не істеуіміз керек деген кезде біз авторларды дайындауымыз керек. Яғни авторлардың бұрыннан шығарып қойған шығармалар бар шығар, мүмкін ойында көкейінде жүргендер бар шығар, ол бір төгілсе, ол әңгіме төгіліп кетеді. Ол авторларды біз қалай дайындауымыз керек? Оның жолы меніңше оңай. Егер сіз жазушы болу дегенде оңай нәрсе емес. Ол табиғатыңнан бір нәрсе болу керек. Кез келген адам жазушы бола алмайды. Мүмкін басқа кәсіптерді үйренуге болар. Бірақ ақын болу, жазушы болу ол оңай нәрсе емес. Ол бір құр дағды деп қарауға болмайды, оны білмеймін. Дәрігерлікті үйренген сияқты, болмаса көлік жүргізуді үйренген сияқты бір дағды емес. Оған бір шынында да бір талант керек. Ал ол талантын ол адам монетизация жасай алмаса, яғни бір жерде күзетші болатын адам айталық 200 мың теңге айына айлық алып отырса, мен жазушымын, мен өзімнің шығармаларымды, өмір бойы жасаған шығармаларымды сатып, айына 200 мың теңге ақша таба алмасам, демек жазушы болған күннің өзінде оны жазу ол адам үшін қызық емес та. Сондықтан қазіргі шығармалардың аз болып кеткен кеңес өкіметінде мәселен бірінен соң кітап шығарды ғой, жазушылар қалай шықты, жарысты. Оларда мотивация болды. Себебі шығарған кітабыңды мемлекет алады да, саған міне гонорарын береді. Ал ол бір кітаптың гонорарына сол кездегі қаржымен 2-3 көлік, 2-3 жүгілі алуға болады. Енді жүгілі демей, Камри дейік, қазір қанша бір 20-25 мың доллар болса, мәселен, бір адам бір кітап жазады, тапсырады, Қадыр Мырзалиев ағаларымыз марқұм тапсырады, 100 мың доллар мемлекет сізге гонорар береді. Әрине содан кейін жылда 100 мың доллар сізге гонорар беріп тұрса, сіз келесі жылда бір кітап шығарасыз деген сияқты. Міне сондықтан, бірақ ол жүйе келмеске кетті ғой. Мемлекет қазір ол жүйені қайтып қалыптастыра ма, қалыптастырса да менің ойымша болар еді деп ойлап қоям. Барлық нәрсені нарыққа салып тастамай. Нарықтық жүйе. Сіздің шығармаңызды қанша адам сатып алып оқиды, соған байланысты сіздің гонорарыңызда сондай болады. Бұл жалпы әлемнің жүйесі сондай. Әлемде жалпы білмеймін енді нарықтық экономикадағы елдердің біразында мемлекет тікелей жазушыларды гонорар беріп қолдап отырған ондай кейстерді мен естіген жоқпын. Мүмкін бар да шығар. Бар да шығар. Міне сондықтан мемлекетті қолдайтын болса тікелей, бірақ оны кім қалай таңдайды? Mesela мен жазушымын, мен шығарма жаздым, менің шығармам өтпей қалып, енді әдебиет деген субъективтік дүние ғой. Ал менің көзқарасыммен, менің қолыма су құя алмайтын шығарма өтіп кетеді да, ол 100 мың доллар гонорар алады. Міне сонда үлкен проблема сода басталады. Сондықтан жазушылардың еңбегін бағалайтын бір жүйе керек та, ол үшін мысалы бізде не қалыптаспай кеткеніңізде соңғы жылдары мысалы әдеби критика деген жоқ бізде. Сын. Ол қалай қалыптасады? Ол кәдімгі ешкімге бағынбайтын тәуелсіз
жазушылар да болады, редакторлар да болады, кім болсын оған қатысуға болады. Жоқ. Бірақ шынайы болу керек та. Мысалы, кітаптан алған әсері, жазушылардан мысалы, әңгімесінен алған әсері деген сияқты, ол қалыптаспай кетті. Өйткені қарасаңыздар, бәрі бір-бірін ренжітпеу үшін, ой, мықтысың, сен мықтысың, сенің әңгімең керемет, түгел жақсы, бір грамм критика болмайды ішінде. Сөзіңіз аузыңызда осы жерде. Біз код бұзушы деген кітапты аудардық қой. Дженнифер Даудна туралы. Соны жалпы мәселені біз білеміз да, проблеманы. Жоқ екен, жоқ та, оны не істемек керек деген, бұл біздің подкасттың негізгі сұрағы, не істемек керек. Соны сол қиындықтан өту үшін, демек сын айтушыларды көбейту үшін, сыншыларды көбейту үшін не істеуіміз керек деп. Оған мемлекет не істеу керек, мемлекет істеп беру керек па, баспагерлер істеу керек па, мүмкін сыншылардың өзі саңырауқұлақ сияқты шығу керек па жаңбырдан кейін. Сол Дауднада ғылыми мақала жазады бір журналға, Nature-ға мәселен, ғылыми мақала жазады. Ол мақала, ол журналға өздігінен ешқашан шықпайды. Оған кемі 2-3 адам сыни пікір, ревью жасау керек. Ал ол адамдар қарапайым адамдар емес. Ол адамдар сол ғылыми деңгейде ой айта алатын ғалымдар, профессорлар. Журнал бұлай қылады екен. Журнал мақаланы алды ма ғалымнан? Сөйтеді, сол саланы, мәселен, бір медициналық бір сала бойынша кім мықты эксперт, сол адамдарға жібереді, сол сыншыларға ақша төлейді және. Ревью жасап беру үшін. Мүмкін баспагерлерде солай жасау керек шығар. Мәселен, бір мақала, бір шығарманы алдыңыз ба, сіздің кәдімгі біз аудармаға ақша береміз ғой, редакторға ақша береміз. Сол сияқты бір жаңа тың туынды түсті ма бізге қазақ авторынан? Біз оны әдеби сыншыға беріп, кәдімгі осыны оқып, бағалап берген үшін гонорар беретін болсақ, әрине ол әдеби сын саласында қалыптасар еді деп өзім ойлаймын. Әлемде қалыптасып кеткен жағдай ғой негізі, жалпы солай жүреді ғой. Баспагерлер ақша береді әдеби сыншыларға. Әдеби сыншыларға кейбіреулер волонтерлар болады, мысалы жас студенттер, мысалы әдебиеттану пәнінде оқитындар, мысалы университеттерде, олар да жасайды. Кейбір кезде мықты профессорлар болады, жазушылар болады, критиктер болады. Сосын халықтың сыны бір басқа. Мәселен, Амазонда, Goodreads'те комментарийлер бар. Кез келген кітабыңызды бағалап, 1-ден 5-ке дейін астында ревью жазады. Бұл енді кәсіби әдеби сыншылар емес, мүмкін арасында болуы да мүмкін. Бірақ кәдімгі оқырмандар пікір жазып отыр. Бізде осындай жүйені қалыптастыруымыз керек. Бізде бәрін қалыптастыру керек. Тағы бір өте маңызды, мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда өте жақсы әңгіме айтты. Мәселе көтерді. Ол мәселе қазіргі кітап нарығындағы былай қарағанда шетелдің өнімінің басым екеніне, оның әрине барлығы да орыс тілінде екенін айтты. Осы тұрғыда ойларыңызды білетін болсақ, білсек, жалпы мен мемлекеттік қызметте жұмыс жасаған адам ретінде, мемлекеттік қызметтің магистр ретінде де үнемі менде 2 сұрақ болады. Бірінші, мемлекет не істеу керек осы саланы дамыту үшін? Істеу керек па, керек емес па? Әрқашан мемлекеттік интервенция ол жақсы деген сөз емес. Істейтін болса не істеу керек нақты? Саланы құртпау үшін, былай қарағанда. Кейде мемлекет мемлекеттік қаржымен дотация жасап үйреніп қалса да, өздігінен табиғи даму болмайды. Мемлекеттің аузына қарап қалады да, балапандар сияқты. Мемлекет тыйса, қаржылық қолдауын, сол сала гүмп етіп өздігінен жоқ болып кетеді, құлайды. Сондықтан табиғи даму керек. Тек қана мемлекетке емес, сіздің өніміңізді тұтынушыларға көбірек арқа сүйеген жақсы. Бірақ кейбір жағдайда мемлекеттің демеуі қажет болып жатады. Осы тұрғыдан мемлекет демеу керек па, керек емес па? Керек болса, нақты қандай механизм керек? Қалай демеу керек? Меніңше, бұл жерде бірінші мемлекетке
баспа ісіне, баспа саласында жүрген адамдарға, баспагерлерге кедергі келтірмеу керек. Қандай кедергі келтіріп жатыр қазір? Яғни кедергі келтірді дегенде жаңағындай біз жазушылармен біз өзіміз тікелей мысалы контракт істеуіміз керек қой. Жақсы мысалы жүлдегер жазушылар болса, өзіміз таласып отырып, сол жазушының әңгімесін кітап болдырып шығаруымыз керек. Соның жұмыс өзіміздің мойнымызда. Ол бір, өйткені ол мемлекет ол басқа жазушыларды алып кетеді да, жаңағындай 5 жылға контрактпен, оның кітаптары не сатылымға шықпайды ол кісінің, содан кейін не екені белгісіз қалады. Мемлекет қолдауын қайта қарастыру керек қой. Жүйесін сәл өзгерту керек, сәл өзгерту керек. Қандай ұсынысыңыз бар? Қалай қолдау керек? Бірінші сол бөгет болмау керек, екіншісі жаңа жүлделер көп болса, жүлдегерлерге мысалы ағылшын тіліне болсын, басқа түрік тіліне болсын аударуына көмек етсе, соларға грант берсе. Содан кейін солар келесі этапта, мысалы жаңа Түркияға болсын, Европаға болсын, басқа жаққа барып жүлдегер болса. Сондай мүмкіндік беру керек жас авторларға болсын, қазіргі авторларға, заманауи авторларға. Екіншіде кітап саласында НДС-тен босату керек. Шынымен де НДС керек емес. Кітап саласында көп елдерге барсаңыз, Түркияның өзінде әрбір товардың НДС-тері әртүрлі болады. Қосымша құн салығы. Үшіншіде не керек деген кезде, біз енді баспагерлер бәріміз кішкентай кәсіпкерлерміз, шын айтқан кезде энтерпренерміз. Бізге не керек? Бізге шынымен де бір жағынан енді субсидия деп айтса болады, екінші жағынан мынандай өте жеңілдетілген кредит. Мындай мүмкіндігі берілуге тиісті. Мен бұл саланы зерттемеппін. Даму арқылы несие алуға болмай ма? Оны енді мен өзім шынымды айтып қояйын, онда уақытым болған жоқ оны зерттеуге. Дегенмен жаңа баспагерлерді демеу үшін біз мысалы өзіміз отырмыз ғой үшеуміз. Енді жаңадан мысалы биылғы жылы шығып келген қаншама жаңа баспагерлер бар. Жастар бар, әртүрлі қазақша, орысша шығарып жатқан жергілікті баспагерлер бар. Басқа мысалы жанрда кітап шығарып жатқан өз-өзінің 1-2-3 данадан болсын кітап шығарып жатқан баспагерлер көп. Соларға да демеу керек, өйткені оларға да демеу бермесе, оларсыз біз нарық бола алмаймыз. Біздің мемлекетіміз үшін тек біз емес, көп баспагер керек. Өте көп кітап керек. Біз өзіміз оның бәрін егер алмаймыз. Үлгере де алмаймыз. Нақты не істеу керек дегенде, Раиса ханымның ұсынғаны біріншіден қазақ жазушыларын шетелге аудару үшін Түркиядағы TEDA сияқты грант бөліну керек. Екіншіден мемлекет жазушылардың құқын сатып алып, баспагерлермен бәсекелеспеу керек, ол практиканы доғару керек. Үшіншіден қосымша құн салығын баспагерлерден алып тастау керек. Болмаса қазіргі бөлшек сауда мен айналысатындарға қазіргі жақсы жеңілдік жасап отыр. Заң тұлғалармен байланыссаңыз 8%, жеке тұлғалармен байланыссаңыз 4%, жылына 2 миллиардқа дейін сол деңгейде. Соған қосу керек баспагерлерді. Үшіншіден қандай ұсыныс айтып едіңіз? Соңғысы? Ұсыныс көп, кредит беру керек деді. Несие беру, жеңілдетілген. Менің ойымша дамуды мемлекет жалпы қазір кәсіпкерлерге жеңілдетілген несие беруді даму арқылы іске асырып отыр. Мәселен 15%-ық несие алсаңыз 7%-ын мемлекет даму арқылы сізге қайтарып береді, соны азаяды. Ода көп. Одан да аз болу керек. Одан да аз болу керек. Бизнес саласында көптеген жеңілдіктер бар, бірақ арнайы баспагерлік саласына деп қарастырылмайды. Сіз егер мысалға бір жерге қарапайым Каспий дүкенге сіз кітап салатын болсаңыз, жаңадан келіп, сізге арнайы ана жерде птичка жоқ, кітап сатамын деген. Сізді бір жалпылама біз басқалары деген птичканы таңдауға мәжбүр болып атамыз. Менің ойыма келген, мысалға, мүмкін бәріміз қосыла жазарымыз осы жерде айтайшы, мүмкін естіп, көріп біреу айтып қалар. Мысалға, қазір біз барлығын онлайн сату жүйесі өте жақсы дамып келе жатыр. Оның ішінде, мысалға, Каспий дүкен өте жақсы. Сіз Каспий дүкенге кітап қойсаңыз, сіздің үстіндегі олардың алатын пайызы басқа тұрмыстық техникадан алатын салыққа үстіндегінемен бірдей екеуі. 10%. 10%. Жеткізу тағы барлығының қосылып кетеді. Сонда жеткізумен 20%-ға шығады. Біз өзіміз кітап оқыта алмай жатқан аудиторияға
сіз 7-8 мың теңгеге соңғы нүктеге жететін кітап 9 мың 10 мыңға айналатын кітапқа оқырманды қазіргі уақытта оқитын ұлт қалыптастыру өте қиын. Мемлекет осындай тетіктерді пайдаланып, салық міндетті түрде осы сату жүйесіндегі бір заттарды, салықты баспагерлерге дәл қазір өте төмен деңгейде жасау, осының тетінен ол кісілер мемлекеттің қолында ғой, жалпы айтқанда. Сосын мен мысалға қазір өзі 3-4 ұсыныс айтып, осы бір ойым, менің ойымда қазір біздің кітаптарды шетелге шығару деген бір керемет амбиция жоқ. Біз өзіміз қазір жасап атқан кітапты соңғы анау шалғай ауылға дейін жеткізу арманы бар. Бізде да өзімізге жеткізе алмай жатырмыз. Өзімізге жеткізе алмай жатырмыз. Біз қазір шетелге грант беріңдер, біз таныстырамыз деп жатырмыз. Бірақ мысалға мен мемлекеттік тетіктерді пайдаланып, жергілікті жерлерде барлық облыс орталықтары, одан ары аудан орталықтарында кітап көрмелерін өткізу. Жаңадан шыққан заманауи баспаны мен жиі айтам. Неге мемлекет грант бөлу керек, сондай кітап көрмелерін өткізгісі келетін адамдарға грант бөлу керек. Және ол грант ұтып алған адамдар бізді шақыру керек. Сіздер жол керейлеріңізді төлейміз, жатын жайларыңызды төлейміз. Кітаптарыңыз сол жаққа жеткізіп береміз. Сіздердің бар істеріңіз сол ауылға барып, ан жақта мәселен бірнеше ауыл бар ма? Мақтарал, Шардара, Арыс деген сияқты. Сол әр ауылда бір күн көрме өтеді. Сөйтіп біз авторлар барады. Сіз осы сөзіңізді айтасыз, көрген тәжірибеңізбен Шардарадағы, анау одан арғы ауылдағы мен мысалға кітап оқымай жастар дегенге мен өте қатты қарсымын. Неге? Біз себебі оның кітап оқуына қандай қадамдар жасадық? Біз егер Шардараның соңғы бір ауылына, Қазақстанның соңғы бір ауылына, ең шалғайдағы барып, біз осыншама кітабымызды апарып насихаттағанда, сол ауылдан түк шықпаса, онда біз шешімді сосын қабылдау керекпіз. Ол сенің ұсынуыңа байланысты ғой. Тауарыңды қалай ұсынасың, кітаптың қандай пайдасы екенін айта білесің, сол кезде ол жерден шығады. Енді қай қоғамда болғанда да 100% халық кітап оқып кетті деп айта алмайсың. Ол өзің кітап оқитын аудитория болады. Қай қоғамда да. Соған дейін жеткізу. Мен мысалға мемлекет облыс әкімдері болсын, барлығына да мемлекет осыны сондай алаң жасаса. Біз тек Алматыда өткіземіз, сосын Астанада өтеді, болды. Осы Шымкентке бір рет бардық, Түркістанда бір рет болды. Осы бір затты кәдімгідей, осы бір заттарға субсидия берсе, тікелей бізге бермей-ақ қойсын. Біз енді өзіміз шығарған өнімді сол соңғы нүктеге жарнамалай алса. Мен осы ойыңыз бір қызық ойға түрткі болып отыр. Мәселен, мынау кітап ақпарат қой енді, ақпарат. Бұл идеология деді ғой кеше. Миымызды дамытатын, интеллектуалдық тұрғыдан дамытатын қорек қой біз үшін. Кәдімгі нан сияқты, ет сияқты, күріш секілді. Бір қызық нәрсе осы жерде, ол ой бұрында да айтылып жүрген ой. Ауыл шаруашылығына мемлекет субсидия береді, бірақ ауыл шаруашылығының ісі біздің физиологиялық күйімізді, тамақ жеуімізді, тамағымызды қамтамасыз ету ғой. Тамағымызды қамтамасыз. Былай қарағанда өліп қалмау үшін өлместің күнін қамтамасыз ету. Ал ары қарай даму, интеллектуалдық дүниелер барлығы бұл ақпарат арқылы, тұлғалық даму, басқа да даму ақпарат арқылы. Ол мүмкін оның тасымалдаушысы кітап болар, электрондық нұсқа болар, ақпарат арқылы. Бірақ сол ақпаратқа ешқандай субсидия жоқ. Вот проблема, бірінші проблема. Жаңа сіздің ойыңыздан шығып отыр. Екінші, жарайды, жәрмеңкелерде өтіп жату керек тек орталықтарда емес, ауылдың түкпір-түкпіріне дейін. Ол ауылда халықтың төлем қабілеті, ол екінші әңгіме. Ол сатып ала ма, ала алмай ма? Алады. Мәселен, мына жағдай жасасақ, мәселен, Каспийді айттық қой. 5.000 теңгенің кітабын сату үшін сен 1000 теңге Каспийге кетеді. Саған 4000 теңге түседі. Солай ғой. Сатқан үшін, жеткізген үшін 20% төңірегінде өздерінің жарналары бар. Сол сияқты ауылдың халқы мәселен 5000 теңге кітап ала алмаса, мемлекет қайткенде соның жартысын, 2500 теңгесін
төлеп бере алады. Мәселен, біз қазір нан жеп отырмыз ғой. Қазір әлеуметтік нан қанша? 70 теңге ма, 80 теңге ма? Ол шынында да 70-80 теңге тұрмайды. Оның шын құны 150 теңге. Шартты түрде айтатын болсақ. Бірақ оны мемлекет түсіру үшін адамдар тамақ жесін деп, нан сатып алсын деп, оның үстіндегі қаржысын түрлі жолдармен сол нан шығарушыға беріп отыр. Сол сияқты мемлекет анау кітапты оқысын деп 5000 теңгеге оқымасын, ол 2500 теңгеге оқысын деп, сондай бір тетіктерін біріншіден мен ойымша табуға болады. Екіншіден тағы қалай бір кезең бүйтейікші, бірден жартысын төлемей ақ қойсын. Бірінші кезең бізге баспагерлерге, мен шындығын айтайын, өздеріңіз жиі ұшырасып жүрсіздер. Қазір сізді мейлі бір Қазақстанның бір облыс орталығына шақырса, сіздің барып келіп кітабыңызды ұсынып қайтып келу өз шығынын ақтамайды. Келісесіздер ме? Ол кітап деген бұл емес қой, бұл да. Барғаннан кейін аяқ киім емес, шуба емес. Барғаннан кейін ол 2-3 мың теңгенің дүниесі, ол жарты бағасына сатып алуды қоя салыңыз. Бірінші кезеңде осы сендер бірінші ұсынуларыңа деген бір мүмкіншілік берсе. Сосын себебі ары қарай біздің өзімізде, былайша айтқанда, біздің интересіміз болу керек қой. Барғаннан кейін әрбір оқырманды ұстап алып сатуымыз біздің кітапты да. Біздің лекцияларымыз, семинарларымыз сол кітап көрмелерінде ұйымдастырылады. Осындай бір... Менің бір соңғы ұсынысым бар, бірақ өте қызық болады деп ойлаймын. Негізі оны мемлекет істеп шыдайды. Кім жасайды? Мемлекет істеп шыдайтын ең оңай жол да. Әрбір облыста өзінің орталық кітапханасы бар. Сол кітапхананың ішінен бір 80 метр квадрат берсе, өздері кітап сататын дүкен ашса. Өте дұрыс ұсыныс. Өйткені сөйтсе бітті, одан кейін ары қарай адамдар өз дүкендерін аша бастайды, көре бастайды, адамдар кітапханаға да келе бастайды. Бірақ бұл жерде мынандай нәрсе бар да, мемлекеттік қызметте мен біраз істедім ғой. Мемлекеттік мекеме болып саналады ғой. Мемлекеттік мекеме негізі бәсекелестік қабілетті, бәсекелестік ортаға араласпауға тиіс. Оны АЗРК-ден ұйым бар, соны қарап отырады. Соңғы бір мектептерде осындай бір жүйеге енгізді ғой. Өздері қаражат табуға бір мүмкіншілік берді. Мысалы ретінде айтайын. Сондай істей алмайды да, бірақ бір мемлекеттік мектеп кітапханалар, мемлекеттік кітапханаларға бір олар мынандай коммерциялық қызмет көрсете алады. Мәселен, сканер жасап, одан ақша таба алады. Мәселен, кітапханаға барасыз, ұнап қалды, бірақ ол жалғыз кітап, оны көшіру үшін сіз алып шыға алмайсыз. Сол жерде кітапхана өзі көшіріп 10 теңгеден ба, 20 теңгеден әр бетін сізге сондай ақыл қызмет көрсете алады. Сол сияқты демек, кітапханалардың көрсететін ақылы қызметінің аясын кеңіте отырып, мәселен, кітапты кітапханаға барып оқиды ғой. Кітапханаға, мәселен, барлық кітапханалар қолыңызға беріп жібере бермейді. Ал бірақ мен кітапханада оқығым келмейді. Мен үйге барып оқығым келеді. Онда үйге барып оқысаңыз, міне ана бұрышта дәл осы кітапты Степен Уорлдтың кітабын сатып аласыз, оқисыз деп. Солай істесе болады. Енді мен жаңа мемлекет не істей алады деген нәрсеге жалғастырып кетейін. Бірінші жаңағындай тікелей субсидия. Әр кітапты нан сатып алған адам сияқты, кітап сатып алған адамда 5000 теңге сатып алмайды, кітабын 2500 теңге сатып алады. Оның механизмдерін қарау керек. Оны бірақ қолдау болса, оның механизмдерін ойлап табуға болады. Екіншіден, мемлекеттік органдар кез келген елде үлкен сатып алушы. Мемлекеттің қолында қазір 7000-нен астам мектеп бар. Шамамен сондай кітапханалар бар. Былай қараған кезде бір кітап шығарып, бір данадан мемлекеттік мекемелерге, кітапханасы бар мекемелерге таратып шықсаңыз, сіз бір кітабыңызды 10 000 данамен бірге сатасыз. Міне, сондықтан мемлекет баспагерлердің шығарып жатқан барлық кітабын алу керек деп айтып отырған жоқпын. Шығарып жатқан кітаптарын
өздерінің бір механизм арқылы, таңдау арқылы, мүмкін ол жылына бір рет шешім шығара ма, 6 айда бір шығара ма, сондай бір мүмкін 90-ына бір шешім шығарар. Сөйтіп баспагерлерден ұсыныстарын жинап, сіздердің қандай кітаптарыңыз бар, шығарған, не ұсына аласыздар? Мына кітап не үшін біз алуымыз керек? Бұл кітап осындай сыйлықтар алған. Бұл кітап Нью-Йорк Таймстың бестселлері болған, әлемде 3 миллионмен сатылған кітап бұл. Болмаса 47 тілге аударылған. Міне 48-ші тіл қазақ тіліне аударылып отыр. Былай қараған кезде. Осы кітапты мен ұсынам деп. Шешім шығарып, жарайды, осы кітабыңызды мемлекет өзіне қарасты кітапханалар мен мектептерге сатып алатын болса, ең үлкен қолдаудың бірі осы болар деп ойлаймын. Сіз 1000 дана шығарып, сіз кітапқа салған ақшаңызды, мәселен, аударма болса, 5 жыл күтіп отырмайсыз да оны қашан шығарып алам деп. Сізде себебі 5 жылға созылса сіздің кітапқа салған ақшаңыз, біздің кітап шығару әлеуетіміз 5 есе төмен болады. Ал бір жылда ақтап алсаң, демек мен биыл бір кітап шығардым ба, оны 10 000 данаға мектептер, кітапханаларға сатсақ, келесі жыл мен бір емес, сол түскен ақшаға мәселен 10 000 кітап шығару мүмкін. Тек қана мен мектептерге, кітапханаларға да сатпаймын ғой. Кітап дүкендерін, мәселен 90% орысша кітап сіресіп тұрған меломандар қазақша кітаптың астында қалады. Сәл қиындау механизмдерді, мысалға мынандай ұсыныс. Ең оңайы және мемлекеттің қолынан тез келетін осы механизм. Бизнесмендер үлкен бизнестегілерге мысалға кітап шығаруға қаражат, спонсорлық жасаса, мүмкін бір көптеген салықтан жеңілдіктер болатын сияқты бір механизмдер ойлап табу. Ол үкіметтік емес ұйымдарға сондай механизмдер бар, бірақ оны үкіметтік емес ұйымдар пайдаланып отырған жоқ. Егер отбасы христианиясы қоғамдық қор болмаса, қоғамдық бірлестік болса, сол механизмдерді оның салық департаментінен консультация алу керек, сонда пайдалануға болады. Ол шетелде сондай ғой. НПО-ларды, былай қараған NGO-ларды қолдау үшін сондай. Енді мектептерге қатысты, жаңа кітапханаларға қатысты бір ойымды айта кетейін. Жалпы мемлекеттен қандай қолдау болады деген кезде, сол жаңағы кәсіби кітапханашыларға арналған бір үлкен көрме ұйымдастырса. Өйткені әрбір кітапханашы қай жақтан қандай кітап шығып жатқанын білмейді. Ондай болады ғой. Жылда болады, біз бардық қой. Кітапханашылардың жылда 1-2 рет әдістемелерін жинайды. Қараңыз, мысалы, сіздер біліп жатсыздар, кейде біз білмей қаламыз. Ондай хабар бізге мысалы келген жоқ. Сол сияқты үлкен сондай көрме болса, барлық өңірлерден кітапханашылар келсе, көрсе кітаптар, сол таңдауға, өздері таңдауға құқығы болса. Өйткені олар көбінде айтады, біз кітап таңдаймыз дейді, бірақ тапсырыс бере алмаймыз дейді. Сол кезде шатақ шығады. Көрдіңіз, өйткені басқа жақтан кіріп келеді да, жоқ, мына кітаптарды алмайсыздар, керек емес, ол мүмкіншілік бар. Себебі Астана қаласында өткенде де бүкіл облыстық кітапханалардан арнайы кітапханашылар былтыр да болды, биыл да жүрді. Олар бар, олар келеді. Енді мектептен кітапханашылар келеді деген білмеймін. Ол 7000 мектептен 7000 кітапханашы келу керек қой. Мектептердің кітапханашыларында ол кітапқа жауап беретін әдіскерлер болады. Сол әдіскерлермен байланысып отыратын оқу ағарту министрлігінің жанында бір орталық бар. Сол орталық бүкіл әдіскерлермен байланысты. Сол әдіскерлері және орталық осы Алматыда. Солармен байланыссаңыз, сіз сол арқылы мектептерге, ол негізі мектептер мен колледждердің кітапханашылар жиналды ғой. Барлығы жинала қойған жоқ енді, мектептен көп қой, 7000 адамды жерге сыйғыза алмайды. Бұл тек ол кезде техникалық колледждердің ғана кітапханашылар. Дәл солай жаңағы олардың сатып ала алмайтын нелері бар, себебі қанша мектеп кітапханашыларын алып келгенмен сіздің кітабыңыз сол министрлік жанынан дағы сараптамадан өту керек. Мектеп оқушысына жарайды ма, жарамайды ма деген сияқты. Оның бір сондай бір нелері бар, механизмдері бар негізі. Сосын тағы бір мәселе, мемлекет не үшін не қолдау. Енді біздің шығарып жатқан кітаптарымыз көпшілік оқырманға арналған кітаптар ғой. Ал одан басқа да кітаптар бар, студенттер оқитын ғылыми кітаптар, басқалары бар. Ұлттық аударма бюросының аударғанында негізі сол мамандарға арналған кітаптар.
оларда шет қалмау керек. Ол үшін не істеу керек дегенде, мен мынандай ұсынысым бар да, жоғары оқу орын министрі бар ғой, жоғары оқу орын және ғылым министрлігі. Сол министрлікке көптеген университеттер қарайды, мамандарды солар дайындайды. Солар мәселен біздің студенттеріміз, инженеріміз да, бір болмаса бір басқа да маман, мықты маман болып шығу үшін 4 жылда қанша кітап оқу керек? Ол кітаптың қаншасы орысша, қаншасы қазақша, қаншасы ағылшынша. Қазақшасы жоқтарды сол университеттердің өздері өзінің ісінен тіпті болмаса тапсырыс беріп, аударып, қазақтың ғылыми тілін солай байыта алады. Мәселен, нақты медицина болсын, инженерия болсын, 100% мамандар, қазақ бөліміндегі мамандар қазақша кітаптармен білім алып жатыр деп айта алмаймын. Орыс тіліндегі кітаптарды оқуға мәжбүр болады. Оны айтпақ, мен ағылшын, испан тілдердің маманымын ғой. Қазір орысшаны білмесең, мәселен да, болмаса басқа тілдерді білмесең, сіз ағылшын тілін, болмаса білмеймін, неміс тілін, болмаса француз тілін үйрену қиын. Себебі сөздіктер жоқ. Сіз, Райхан, неміс тілін қалай үйрендіңіз? Ағылшын тілін сіз енді сол жақта мектепте оқып үйренген боларсыз. Мәселен, мен өзім қатты қиналғанмын. Сөздіктер қазір енді азын шоғын бар ғой. Оқулықтар енді білмеймін қаншалықты. Біз Ресейдің оқулықтарымен оқыдық. Кейде оқып отырып, анау ағылшыншасын тұрмақ, анау аудармасы орысшасы арқылы оқисың, орысшасын да түсінбей қалатын жағдай болады. Сосын орысшадан жаңа орысша қазақша сөздікті қарайсың. Түргенде мынандай тәжірибе бар екен. Магистрлікке оқуға түскен кезде шынымен бір ғылыми жобаны қорғайсыз ба, әлде сізге бір кітап берейік па, аударып бересіз бе? Осындай екі. Оған мен қарсымын, себебі ол кітап аударушы да бір медик сияқты бір маман ғой. Тәжірибесі болу керек, кез келген көрінген адамға кітап аудартуға болмайды. Ол проблема. Ертең қарайды, орысшасын оқиды, қазақшасын оқиды, қазақшасын түсінбейді, құрсын, сосын орысшасын ала берейін дейді. Сол. Енді бір сұрақ. Осы саланы, қысқа жауап өздеріңізге байланысты, осы саланы дамыту үшін, ары қарай қарыштап дамыту үшін, білмеймін, кітап дүкендерін 100% демей ақ қойын, 50% қазақ кітаптарына толтыру үшін не істемек керек? Тоқтамай жұмыс істеу керек. Қалай? Енді іздену керек, жаңа кітаптар табу керек. Ісімізді тоқтатпауымыз керек. Өйткені қазір енді шынымен де жасап жатқанымыз ауыр еңбек, бәріміздікі. Сондықтан тоқтамай жүре берсек, мысалы аз кітап болсын, көп кітап болсын демей, жұмысымызды жалғастыруымыз керек. Одан кейін жаңа баспагерлер шығу керек. Мысалы оларды қолдауымыз керек, жан-жақтан көмектесіп жолын көрсетіп беру деген сияқты. Кейбірі жолын біледі, кейбірі білмейді. Мысалы бізде мысалы жаңағындай көп нәрселерді білмей қалып жатырмыз, иә. Сол кезде бір-бірімізге демеу етіп, соларды қолдау керек. Мысалы, менде жаңадан шығып жатқан баспагерлер бар, жаңа Тентек паблишинг дегендер бар, жаңадан күшті балаларға арналған кітап шығарып жатыр. Мүмкіндігімше қолдау көрсеткім келеді. Моральный болсын, ақпараттық жағынан болсын, не болсын. Сөйтіп басқаларға да көмек көрсетіп, ары қарай бірге даму. Кітап саласында өзіміз конкурент дайындап шығаруымыз керек қой. Шындығын айтқанда, бұл ағартушылық сала болғаннан кейін қазір эфирден де айтуымыз керек. Келіп үйренем, осы саланы қызығамын деген адамдар болса, ашық. Себебі біз сондай жағдайдамыз. Біз физикалық тұрғыда да бұл заттың бәрін мойнымызға жауапкершілік қылып алып үлгереміз деп айта алмаймын. Бәріміздің мойнымызда үлгермей жатқан, істелу керек, бос тұрған салалар бар. Егер келіп осы сіздерге қызығамын, үйренемін, баспагер болғым келеді дегендерге біз соны түбіне дейін үйретіп, және өзімізге конкурент дайындауымыз керек. Рас, мысалы біздің баспадағы мен әрбір қызметкерге айтамын, болашақтағы бір баспа үйінің ашасыңдар, өздерің жеке жүресіңдер, соған дайындалыңдар деп. Өйткені бірлесіп істейміз, бірақ бәрібір өздерің келешекте дамудары керек, баспагерлер көп керек. Демек, құрметті көрермендер, біз осымен
хабарымызды түйіндейік. Жақсы пікірталас болды, әдемі ойлар айтылды. Шынында да Қазақстанға бір емес, екі емес, үш емес, 50, тіптеп жүздеген баспалар керек. Қазақстанға нанның болуы және оның бағасы қаншалықты маңызды болса, кітаптың да болуы, оның бағасы соншалықты халық үшін маңызды. Кеше біз барып келген түрік елінің өзі, былай қарағанда түрік тілі, Түркия мемлекетінің нарығы, кітап нарығы қалыптасқан ел. Сол елдің өзі, Түркияның өзі, былтыр бір жылда 2000 атау кітапты шет тілдерінен түрік тіліне аударған екен. Өз тілінен өзге тілдерге аударып жатқан кітапты айтпағанның өзінде. Көрдіңіз ғой, сондай мәдениеті қалыптасқан, тілі орнықты, өзіне өзі сенімді елдердің өзі қаншама кітапты өз тілдеріне аударады. Себебі Түркияда 70-80 миллион халық болса, әлемде 8 миллиард халық бар. 8 миллиард халықтың ақыл ой, өндіру, шығару әлеуеті жаңағы 70-80 миллион халықтан әлде қайда көп. Ал оның қасында Қазақстан 20 миллион халқы бар. Енді біз ақыл ой шығару әлеуетімен бүкіл адамзатпен жарыса алмаймыз. Бірақ таласуымыз керек. Таласу үшін не шығару керек екен, қандай бағытта кітап шығару керек екен, біздің авторлар, ғалымдар білу керек. Білу үшін ол сол сияқты кітаптар қазақша болу керек. Сондықтан біз қалаймыз ба, қаламаймыз ба, отандық жазушыларды қанаттандыра отырып, олардың кітабын насихаттап, шығарып берумен бірге шетелдерден кітап аударуымыз керек. Осы мәселе бүгінгі жалпы қазіргі заманауи қазақ баспагерлерінің мәселесі талқыланды. Жақсы ұсыныстар айтылды. Біздің жасайтын жұмыстарымызды екшеледік. Мемлекет қандай қолдау көрсету керек екенде атап өттік. Осымен не істемек керек бағдарламасын, кезекті подкастын тамамдаймыз.